фонетикалық, фонематикалық бұзылыстары бар балаларға жазуды үйретуде осы әдісті қолдануға болады. Олар әр дыбысты тыңдай алмайды, дыбыстарды жіберіп алады. Сондықтан осы әдістің бірінші қадамында әр тор көзге әріптерді жазуға үйретеміз. Ат. Келесі мысалы. Ай. Бала бірінші қадамда көшіріп жазады. Келесі екінші қадамда біз сөзді жасырып қоямыз. Бала есте сақтау қабілеті бойынша тор көзге суретте көрсетілген заттың атауын жазады. Ат. Көбінесе балалар дауысты дыбыстарды жіберіп алады. Сондықтан осындай тор көз ешқандай әріпті жіберіп алмауға көмектеседі. Мысалы, Г, Ү, Л. Әр дыбыс жазылады. Гүл. Ақырындап сөздер қиындай бастайды. Егер бала бір әріпті жіберіп алса, яғни тор көз бос қалады. Бала осылайша бір әріптің түсіп қалғанын көреді. Аққу. 2 Қ жазылады. Осылайша сөздер қиындай бастайды. Бала әр тор көзге әріптерді жазу арқылы қатесіз жазуға үйренеді. Балық. Осы жаттығуда қанша буын бар сөзде, қанша дауысты дыбыс бар, қанша дауыссыз дыбыс бар, яғни дыбыстық талдауды жасауға болады.